Абай, ғұлама ойшыл, ақын ағартушы, ұлттың жаңа әдебиетінің негізін қалаушысы ретінде ел тарихында өшпес із қалдырғаны сөзсіз. Абайдың қара сөздері оның ақындық мұраларына қосылған бағалы қазына. Дана Абай өмір сүрген кезден бастап, қанша уақыт өтіп, адамзат баласы жаңа даму сатысына көтерілсе де, тұтас бір халықтың адастырмас темір қазығы, сарқылмас қазынасы болып отыр. Шындығында ұлылардың мұрасы заман мен уақыт төрелігіне бағынбайды. Әрине, Абай заманнан бері қоғам өте үлкен ғалымдық өзгерістерді басынан өткерді. Қазақ қоғамы ғылым мен білімді игерді, адамзат ақыл ойы жаңа деңгейге көтерілді. Кешегі заманнан елдің тұрмыс тіршілігі мен санасы елеулі өзгерді. Бүгінгі қазақ қоғамы дана Абай өз қара сөздерінде айтқан дәрттерден толық арылып кетті ме? Ұлы Абай өзінің 19-шы қара сөзінде адам бойындағы қалыптасқан мінез құлық жайлы айтады. Адам баласы туа сала естіп болмайды. Естіп, көріп, ұстап, татып, естілердің айтқандарын есте сақтап қана естілер қатарында болады. Естіген нәрсені есте сақтау ғибарат алу ғана есті етеді, деп ақыл естің тәрбиенің жемісі арқылы жетілетінін ғылыми тұрғыда дәлелдеп берді. Қазіргі қоғамда да өмірде түрлі қиыншылықтар мен қасіреттерді, жаман мен жақсыны көре жүре, өмірде болып жатқан әрбір оқиғадан сабақ алмай жүрген жандар қаншама. Адам жақсы нәрселерді ғана ескеріп, жаман нәрселерден сақтанып, тек жақсыға ұмтылуы керек. Жалпы адам деген атқа лайық болулары керек. Сөзді ұқпайтын адамға айтқаннан гөрі, шынында да хәкім айтқандай танитын шошқаны баққаны дұрыста шығар. 5 нәрседен қашық бол, 5 нәрсеге асық бол демекші, қазіргі заманда да адам бойына тек жақсы қасиеттерді жинай білуі керек. 21-ші қара сөзінде айтпақ болғаны, адам бойында бір жағымсыз қасиет бар, және одан арылу өте қиын. Бұл мақтаншақтық. Бұл қасиет адам бойына туа бітпейді, ол оның бойына бірте-бірте қалыптасады. Негізінен мақтаншақтық дегеніміз адам өзінің байлығын, дүниесін, істеген істерін жұртқа жария етулері. Қазіргі кезде мақтан сезімі туралы Абайдың айтқандары бүгінде жаңа сатыға көтерілді. Айдағаны 5 ешкі, ысқырығы жер жарады дегендей. Қазіргі қоғамда түймедейді түйедей етіп, жарияға жар салу, өзі немесе қоғам үшін істелу керек қажетті дүниелерді адамдар мен қоғам игілігі үшін емес, ұпай жинау, мансап, көрініп қалу, жағыну, елді алдау үшін істейтін даңғаза деңгейіне жеткізу билен салып кеткені өкінішті. Бұл мақтанның түрін әлеуметтік желілерде күнде көріп жүрміз. Мақтанудың бұл түріне жататын адамдарды нағыз ақымақ адамдар дейді. Кейбір адамдар дүниесі бола жоқтыра, дүнием бар деп мақтанып жатады. Ондай адамдар олардан өткен ақымақсыздар. Жағымды мақтануды кездеседі. Ол қандай мақтану? Бұл туған жеріне, еліне деген мақтаныш. Бұл қатарға жататын адамдармен мақтануға болады. Абай қара сөзіне арқау болған құндылықтар қазіргі қоғамда үстемдік кетіп, салтанат құрса өмір сүру жеңілірек болушы ма еді.